Баршаға сәлем. Ескі Қазақстанның қылмыстары әлі де тазартылып болмады. Әрине, бұл ұзақ мерзімді процесс. 1-2 жылда ескі жүйенің былықтарын тазартып шығу мүмкін емес. Бүгінде елдің халықтың талай ақшасын жымқырған Қайрат Сатыбалды, Қаралы Қаңтардың басты фигурасы Кәрім Мәсімов сынды тұлғалардың ісі әшкере болып жатыр. Уәкілетті органдармен біршама іс қозғалып, қарастырылып, елге жария болған кезде қоғамдық талқыға ие болып, сот ісіне өз түзетулерін енгізіп жатқанын байқап отырмыз. Ондай істер аз емес. Ал оны пайдаланып қалғысы келетіндер де бар. Мысал ретінде тазартылып жатқан жүйенің ағысымен өз қылмысын ақтап алғысы келетін семейлік алтын адамдардың ісіне көз жүгіртсек. 2021 жылы семейлік ОПГ мүшелері кеніште және сол жерде орналасқан Әлел кәсіпорнында бағалы шикізатты ұрлап, содан кейін оны Астанадағы сыбайластары арқылы сатып шетелге шығарған. Кәсіпорынның адвокаты Азал Бекбосыновтың айтуынша, Әлел ресейлік Северсталь компаниясының еншілес кәсіпорны. Бұл кәсіпорыннан жымқыру фактілері 2014 жылда басталғаны анықталды. 7 жыл ішінде ОПГ мүшелері 17 миллиард теңгеге алтын сатқан. Әрине, осынша жылда жымқыру фактісін анықтамау мүмкін емес деген ой келеді. Алайда адвокаттың айтуынша, қылмысқа компанияның қауіпсіздігіне жауап беретін қызметкерлері қатысқандықтан анықтау қиынға соққан. Себебі олар, яки жаңағы күзетшілер, бұрынғы полиция қызметкерлері болып шыққан. Камералардың барлығы өз қолдарында болғандықтан, жақтастары еш қиындықсыз ғимаратқа кіріп, алтынды шығарған. Міне сондықтан қылмысты бірден әшкерелеу мүмкін болмаған дейді. 16 мамыр күні Шығыс Қазақстанда алтын бар шикізатты ұрлау ісі бойынша сот талқылауына наразы 28 қылмыскер тергеу изоляторында жаппай аштық жариялап, бүгінде олардың, олар шынымен де қылмысы дәлелденгендер. Туыстары Ақорданы жағалап, биліктен сот ісін қайта қарастыруды. Бұл жерде үлкен адамдардың, нақтырақ айтқанда Мәсімов пен Сатыбалды барын айтып жатыр. Ал адвокаттар болса, бұл істе ешқандай да саяси реңктің, әсіресе жоғарыда аталған тұлғалардың қатысы жоқтығын айтуда. Іс толықтай зерттелген, қылмысты толықтай полиция қызметкерлері бақылауда ұстап, жүзеге асырған. Қамауда отырған ұрылардың өз адвокаттары деректерін келтіріп, былай айтып отырса, елде болып жатқан тазарту операциясын пайдаланғысы келген туыстарға айтар сөз де, қолданар шара да мәнсіз болып көрінеді. Мәсімов сынды ескі Қазақстан өкілдері талай ауыр қылмысқа жауапты болғанымен, бұны пайдаланып қалғысы келетін, оның үстіне кінәсі толықтай дәлелденгендердің арқында кетуге жол берілмеу керек. Қылмыстың аты қылмыс, әркім өз жасаған ісіне жауап беруге, өз жазасын өтеуге міндетті. Бүгінге айтар сөз осы. Алып қосарларыңыз болса, видео астына комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат. Келесі кездескенше.